Армысыздар, бұл полиция KZ бағдарламасы. Сіздермен бірге Шұғыла Тұрлыбек. Бүгін көретіндеріңіз. Алматыда ұрлықты кәсіп қылған күдікті ұсталды. Атырауда полицейлер бір апта ішінде есірткі сататын екі арнаның жолын кесті. Жолдағы қауіпсіздік полицейлердің бақылауында. Проживаете где? Еще в семье. А здесь чем занимаетесь? Что, приехали? Когда приехали? 2 дня. Алматыда кәнігі ұры ұсталды. 34 жастағы Семей тұрғыны оңтүстік Астанаға кезекті гастрольге келген. Ол ойын-сауық орталықтарының бірінің кеңсесінде ақша мен телефон ұрлады деген күдікпен қамауға алынды. Ну там у меня деньги украли. 10 тысяч, да? 10 или 15 было, я не помню. И вот наушники. Ер адам екі ұялы телефон мен ірі көлемде қаражат ұрлап кеткен. Күдікті өзі 5 сағатқа жалға алған пәтерде ұсталды. Ұрланған мүлік заттай дәлел ретінде тәркіленді. Келтірілген шығын сомасы 2,5 миллион теңгені құрады. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Ұсталған ер адамның қаланың басқа аудандарында жасалған осындай қылмыстарға қатысы бар жоғы тексерілетін болады. Күдікті тергеу изоляторында. Атырауда полицейлер есірткіні сақтап сатқаны үшін 21 және 27 жастағы екі жігітті ұстады. Куәгерлер көріп тұрсыңдар ғой да? Өз еркісімен берді, оның қалтасынан шығарып. Қай қалтасынан шығардыңыз? Қай қалтадан? Көрсетіңізші. Олардың біреуінен жалпы салмағы 20 грамм синтетикалық есірткі тәркіленді. Бұны сатасыз ба? Сатпаймын мен. Сатпайсыз ба? Синтетикалық есірткінің 60 қаптамасы қаланың басқа тұрғынынан тәркіленді. Черная таблетка, внутри белый, в полиэтиленовом пакете. Понятый. С правого кармана вышел в полиэтиленовом пакете черные таблетки. Тәркіленген заттың салмағы 33 граммды құрады. Қазіргі уақытта екі факт бойынша да есірткі заттарын ірі мөлшерде заңсыз сақтағаны және өткізгені үшін сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Ұсталғандар тергеу изоляторында. Кезекті жол қауіпсіздігіне берсек, 2 айдың ішінде Солтүстік Қазақстан облысында скутерлердің қатысуымен 3 жол көлік оқиғасы орын алды. Өкініштісі бір жағдай адам өлімімен аяқталды. Жол апаты Мамлют ауданы Покровка ауылының жанындағы Челябинск-Новосибирск автожолында орын алды. 29 сәуірге қараған түні аудан орталығының 38 жастағы тұрғыны Honda скутермен Ресей Федерациясының 50 жастағы азаматы тізгіндеген көлікпен соқтығысқан. Скутер жүргізушісі аудан орталығы Мамлютканың 38 жастағы тұрғыны алған жарақаттарынан оқиға орнында қаза тапты. Аталған фактісі Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345 бабының 3 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне енгізілді. Сондай-ақ скутерлердің қатысуымен болған жол көлік оқиғалары Тайынша ауданында, облыс орталығында орын алған. Зардап шеккендердің арасында жүргізушілер де, жолаушылар да бар. Стоит отметить, что в данных дорожно-транспортных происшествиях принимали участие мопеды и скутера, не подлежащие регистрации по своим техническим характеристикам. Ими управлять можно, но необходимо соблюдать строго правила дорожного движения, несоблюдение которых может привести к трагическим последствиям. Полицейлер профилактикалық жұмысты күшейтіп, жүргізушілермен әңгіме жүргізуде. Тәртіп сақшылары мотошлемдермен жарық құралдарын пайдалану, жылдамдықты асырмау, 16 жасқа толмаған және жол ережесін білмейтін адамдарды көлік құралын басқаруға жол бермеу сынды басты ескертулерге назар аударуға шақырады. Я вожу 2 года уже этот мотоцикл. Здесь 49,5 кубов. Я соблюдаю скоростной режим, соблюдаю все правила дорожного движения. А вот бывали такие ситуации, когда вот другие подрезали тебя там? Конечно, бывало. Ну, многие остановились, извинялись, но типа такого прям сильного не было. Всегда скоростной режим соблюдает, что ничего не произойдет. Бүгінгі айтарымыз осы. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.